қолдана алады. Яғни сіздер оқушыларға бізде әкімшіліктен жаңағы логин пароль таратылды ғой әр сыныпқа. Сол әр сыныпқа, әр оқушыға таратылған кезде оқушылар осылай өздерінің логин парольдарымен жүйеге кіреді. Жүйеге кірген кезінде басты интерфейс осылай ашылады оқушыларда. Осы дәл мұғалімдікінде, тек қана мұғалімдікінде бізде жаңағы оқыту процесі болса, оқушылар өту процесі, оқытуды өту. Және де осы жүйеде бала соңғы рет қай жерде қалды, қай тақырыпты, соны автоматты түрде ашады. Міне жаңа бірінші А сынып оқушысы сіз жіберді ғой, енді бала, сіз жаңағы біз өтінішке жауап бердік қой, сонда бала осындай хабарлама алады. Яғни балаға сіздің хабарламаңызбен айналысып жатыр деген осы хабарлама алады. Осы басты бетте оқушыда көрініп тұрады. Енді анықтама бөліміне кірейік. Дәл осындай жоғарыда берілген бастырмалар мұғалімдікіндейді. Енді анықтама бөлімінде нұсқаулықтар берілген, дәл сондай видео нұсқаулық және де текст түрінде берген нұсқаулық. Енді оқыту процесіне өтейік. Оқыту процесінде бізде осы бірінші және 4-ші сыныптарда 6 модуль, сол 6 модуль берілген. Егер де мұғалімдер жаңа күн қойып жатса, сол тақырыптар сол мұғалімдер көреді, оқушылар аша алады. Яғни дәл осындай оқушыларда да бейне материалдарды үйге барып көрсе де болады. Осы мына жерде көріп тұрсыздар, сұрақтар берілген. Осы сұрақтарды оқушылар үйге барып өтсе де болады. Яғни жаңағы жоғарғы сынып оқушылар болатын болса, мысалы 9-11 болатын болса, онда сол 9-шы 11-ші оқушы сыныптары үйге барып өздері осы тест тапсырмаларын өтсе болады. Егер түсіндіріп өтетін жағдай, егер де осы жасыл ашылатын болса, яғни осы тақырып мысалы оқушы өтті деген. Бізде осы жүйеде қалай? Егер де бізде жүйеде бала бір тақырыптан бір тақырыпқа ауысып өте алмайды, бір тақырыпты аяғына дейін өту керек. Яғни видеоматериалдарды көру керек, жаңағы презентацияларды көру керек. Содан кейін тесттермен өткеннен кейін ғана келесі тақырыптар ашық болып тұрады. Күнделікте, яғни егер де мұғалім жаңағы мысалы мынау бірінші А сынып оқушысының Абай Рахатұлының күнделігі. Осы күнделік, яғни оқушылар көре алады. Жаңағы заң және тәртіп модулінде өткен сабақтардың меңгерілген материалдарды қанша пайыз меңгерілді, соларды көре алады. Енді біз СОС батырмасын өтейік. Осы оқушыларда СОС батырмасы берілген ғой. Біз енді СОС батырмасы оқушыларды түсіндіру жұмыстарына, сізде мұғалімдер енді өздеріңіз түсіндіріп өтесіздер. Мысалы, осы жерде СОС батырмасы берілген. Міне, орналасқан жері, яғни бала, оқушы осы жүйе арқылы кіріп, СОС батырмасына өткеннен кейін осындай бет ашылды. Енді сіздер көріп тұрсыздар, орналасқан жері дейді. Орналасқан жерін оқушы көрсете алады, мектептен немесе мектептен тыс деп. Егер де мысалы мектептен тыс болатын жағдай болатын болса, осы мектептен тыс деп кіре алады. Содан кейін осы жерде бізге хабарламаны жаза алады оқушысы. Мысалы, мен мысал ретінде сіздерге жазып көрсетейін. Керек болып жатыр. Маған үлкен сыныптың есіп жатыр деп жаздым мысалы, Міне осылай хабарлама жаздым мысалы, Немесе кейбір балалар болады, мысалы, мен сабағым түсінбей жатырмын, осындай мұғалім мысалы да түсіндіріп, осы ақпарат түсінбей жатырмын деп әртүрлі жазуы мүмкін балалар, бірақ та бізде мысалы экстренный ситуацияға деп берілген осы жүйеде, осы СОС батырмасы. Осыған байланысты міне жазды, яғни оқушы. Мына жерде көріп тұрсыздар, файлдарды жүктей алады. Егер де бір суреті болатын болса, видео болатын болса, соны жүргізе алады. Осы жерге қоя алады. Және де аудио жазбасында жаза алады. Содан кейін оқушы автоматты түрде осы жіберу батырмасын басса, сонда бұл хабарлама автоматты түрде
кетті. Міне көрдіңіздер иә, сәтті жасалды, хабарлама сәтті жіберді, сізбен байланысады деген хабарлама көрді оқушы. Сонда осы жіберген оқушы жаңағы осы жүйеге кім тіркелді, сол қызметкерлер осы СОС батырмасы арқылы келген өтінішті көре алады. Енді бізде мына жерге оқушыларға берілген номер телефондар, яғни осы қандай да бір жағдайға тап болса, өзі оқушы телефоны арқылы осылай тез көмек сүре алады. Енді сіздерге осы оқушының жаңағы жүйедегі мақсаттары осындай: СОС батырмасы және оқыту. Яғни жаңағы мұғалімдерге байланысты өздері күндерін қойып отса, оқушы ашып, үйге барып көре алады. Енді сіздерге жаңағы осы өтінішті мұғалім қалай алады, тағы да бір рет көрсетейін, сіздерге қалай келді.